Сіз күнде дәрумен ішесіз бе? Д тобы, омега-3 немесе мультивитаминдер. Дәріханадан өз бетіңізше алып жүрсіз бе? Көбіміз оларды денсаулықты нығайту үшін қабылдаймыз. Бірақ шындық мынада. Көп жағдайда бұл дәрумендер ағзаға пайда емес, у болып жатыр. Ғылым не дейді? Толығырақ осы видеода. Бірінші бөлім дәрумендердің шамадан тыс әсері. 1. Дәрумені кальциферол. Бұл дәруменді көпшілік сүйекке пайдалы деп ішеді. Иә, ол кальцийдің сіңуін жақсартады. Бірақ артық мөлшерде қабылданса, қанда кальций деңгейі артып, бүйректе тас пайда болады. Қан тамырларында кальций жиналып, жүрекке қысым түседі. The Lancet 2020 дәруменін жоғары дозада 6 айдан артық ішкен адамдарда жүрек қан тамыр ауруларының қаупі 30%-ға өскен. 2. Дәрумені теріге, көзге пайдалы. Бірақ майда еритін болғандықтан ағзада жиналады. Шамадан тыс қабылданса, бауыр зақымданады. Бас айналу, көру бұзылысы, тері қабынуы байқалады. Жүктілік кезінде артық дозасы ұрыққа зиян. 3. Дәрумені иммунитетке пайдалы. Бірақ күніне 1000 миллиграммнан артық қабылдау асқазанды тітіркендіреді. Бүйректе оксалат тастарын туындатады. Екінші бөлім витаминдерді дұрыс емес қабылдау жолдары. Дәрігердің кеңесінсіз ішу. Ең үлкен қателік ағзада не жетіспейтінін анықтамай тұрып, жай пайдасы бар деп ішу. Әр ағза әр түрлі. Норма. Екінші. Бірнеше витаминді бірге қабылдау. Кейбір дәрумендер бір-бірінің сіңуіне кедергі келтіреді. Демен кальций артық болса, магний азаяды. Темір мен кальций қатар қабылданса, екеуі де нашар сіңеді. JAMA Internal Medicine 2019. Мультивитамин ішетін адамдарда жиі гипервитаминоз, бүйрек аурулар мен аллергиялық реакциялар байқалған. Үшінші бөлім неліктен бұл мәселе 50 жастан кейін қауіптірек. Жасы ұлғайған сайын метаболизм баяулайды. Ағза қажетсіз дәрумендерді шығара алмайды, жинақталып уға айналады. Бүйрек пен бауырдың сүзу қабілеті төмендейді. Көп дәруменді майда еритін түрі олар ағзада сақталып, жасуша улануына әкелуі мүмкін. 2021 жылғы Harvard Medical School мәліметі. 50 жастан кейін дәруменді тек нақты лабораториялық талдаумен қабылдау қажет. Әйтпесе пайда орнына тыныш улану процесі жүреді. 4. бөлім не істеу керек? 1. Витамин тапшылығын тек талдау арқылы анықтау. Қандағы 25 Д деңгейі, ферритин, 12 магнит. Дәрігермен кеңес, өз бетімен емнен қауіпсіз. 2. Тамақтан витамин алу басты жол. Д. Күн сәулесі, жұмыртқа сарысы. Көкөніс, цитрус, болгар бұрышы. Б тобы, ет, дәнді дақыл, жұмыртқа. Омега-3 майлы балықтар, зығыр майы. 3. Майда еритін дәрумендерді маймен бірге және нақты мөлшерде ішу. Маймен жақсы сіңеді, бірақ жинақталатынын ұмытпаңыз. Қорытынды. Дәрумен пайдалы. Бірақ артық дәрумен Күніне бір капсула сіз ойлағандай жақсылық емес, ішкі ағзаға көрінбейтін соққы болуы мүмкін. Сондықтан дәріхана емес, зертхана арқылы денсаулықты бақылаңыз.